Балдарды құрмет қылуда. Төрт сақалды қой балақты кестізді ойын білінбейді. Сенің имандылығың. Осыны ұмытпауымыз керек. Адамнан адамға деген мейірім кетеді деді. Қараңыздар, мейірімнің кеткенін қайдан білеміз? Бұрынғы ақсақалдар жай баксын шығарып, құлағыңды кесем деп ойнап айтса, біз жоқ болатын ек сол жерден. Дастарханы, қазіргі бала құлағын кесем дейш, өзімдікін кесем дейді ол. Міне өзімдікін кесем, бұл да кетіп жатыр. Қараңыз, үшінші келемін деді. Ағайынның ішінен ынтымақ кетіп қалады деді. Ынтымақ қалмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні намазда тұрғанда ерекше жылады, субханалла. Артында тұрған сахабалар: "Я Расулулла саллаллаху алейхи вассалам, бүгінгі жылауыңыз ерекше ғой. Неге сонша ерекше жыладыңыз?" деп еді. "Менің үмметім аш қалады, жалаңаш қалады, үйсіз күйсіз қалады. Басқа дінге өтіп кетеді деп жылап тұрған жоқпын" деді. "Үмметімнің ішінде туған ағайындар болады" деді. "Бір әке бір шешеден шыққан мына жалған дүниеде сасық байлық үшін бір-бірінің бетін көрмей кетемін жылап тұрмын" деді. Міне ол да келді ағайында. Бір-бірін атып атқан ағайындар бар. Дүние үшін Құдай сақтасын. Бұқ дүние қалады. Ағайындар, дүниені жисаң дағы құшақ қалып, ажал тұрар алдыңда тұзақ салып. Өлер болсаң ағайын бауырларың, тастайды көрге көміп, үшақ буып дейді. Қараңыз, кеттің болды, не қалды? Қараңыз, ұрынба дүние жиып жаманатқа, өлмей тұғын адам бар ма жамағатта? Кеудеңдегі шыбын жан аманат қой, әкеңнің құны бар ма аманатта дейді. Қараңыз, бұл аманат ертең сұралады. Мынаның бәріне жауап береміз. Міне осы жердегі балдар ертең бисмиллахир-рахманир-рахим деп жауап береді. Альхамдулилля. Ал енді аузында бисмилля жоқ, несін айтып береді? Бір күні қалш етіп біреу отыр. "Ал біз мемлекетті аралап келді болды екен. Мен академик, профессормын" дейді. "Калиманы білесіз ба?" десем, "Калима деген не ол?" дейді. Оның академик тфай құрсын. Ол калимасын білбеген. Қандай академик ол? Калимасын білбеген. Сондықтан ағайдар, міне үшінші келемін, адамнан туысқандық ынтымақ кетеді. Төртінші келемін, әйелдерден ұят кетеді деді. Ұят қалмайды деді. "Инна мин ахлин нари нисаун", тозаққа кіретін әйелдер саны көп болады деді. Сонда бір әйел: "Я Расулалла, неге әйелдерді айта бересіз?" дегенде, "Ариятун касиятун" деді. Киінген жалаңаштар деді. Киінген жалаңаш, қараңыздар. Сондықтан біз қыздарымызға, қызға 40 үйден тыйым деді қазақ. Қайта шапқан жаудан қайтып келген қыз жаман дейді қазақ. Қараңыз, біздің қызымыз екінің бір звондап: "Мама, мен үйге келе жатырмын." Сондай болып кетті ғой қазір. Еңліктеріміз етегін ашты, қыз жібектеріміз қыздығын ерте ұрлатты, тамиристеріміз түнгі клубта түн қатты, ләйлімдеріміз ләйліп кетті қазір. Міне бұл да келіп жатыр ағай. Осыған